Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ақын, жазушы Сәуле Досжанқызы келіп отыр. Қош келдіңіз. Қайырлы таң айналайындар. Мереке құтты болсын апай. Көргеніңізге қуаныштымыз. Рахмет айналайын. Мына қайырлы таң, ұлы отан, қазақ елі, тәуелсіздігіміз біздің тұғырлы болсын. Мемлекеттігіміз біздің мәңгілік болсын. Күн сөнгенше сөнбейік. Өте қуаныштымын, шынымды айтсам, осы бұл мереке біздің барлық мерекелердің ішіндегі ұлық мереке бұл. Расымен. Иә, себебі егер тәуелсіздік болмаса, басқаның бәрі түкке тұрмайды. Тіпті біздің өмір сүруіміздің өзі де. Әлемде қанша мемлекет бар, ұлт бар, тәуелсіздік ала алмай жүрген. Бізден де көптеген сан 49-50 миллион ұлттарды білемін мен. Тәуелсіздік ала алмай жүр. Біз өзіміздің ұлан ғайыр бабалардан қалған даламызда әрі мына азғантай ғана болсақ та, бірақ біз тәуелсіздігімізді алдық. Тәуелсіздікті алу деген ол жалпы бір адам, бір ұлт, бір не дейміз, адамзат ғұмырындағы ерекше нәрсе. Кішкентай баланың өз дүниеге келгенде бостандық қажет етеді. Адамдар оның қасында әрине, Сәуле апай, енді 31 жыл бұрын дәл осы күні есіңізде ме біздің тәуелсіздік алған күніміз? Қандай әсерде болдыңыз өзіңіз? Енді ол кезде мен кішкентай Әсел деген кішкентай бөпемді босанып үйде отыратынмын. Енді әрине ел құсап ана көшеге шығып қуанышымды білдіре алмадым, бірақ мен қаламгермін ғой. Менің қаламым ол қай уақытта да тәуліктің 24 сағатында да менің былай жүрегімде дегендей өлең жазып, қуанып, сондай тәуелсіздікті алғаш шынын айтқанда барлығы халық, мен айтпаймын, барлығы ой тәуелсіздік алттық деп сезінген жоқ. Уақыт өте келе сіздер сияқты халықтың ортасында жүрген адамдар, журналистер, жазушылар, басқа да қоғам қайраткерлері түсіндірді халыққа. Халық енді біледі, әйтеуір бұрында Кеңес одағынан қалған мемлекетіміз бар еді ғой деп сондай түсінікте жүрді. Ал тәуелсіздіктің ерекше екендігін ол барлығы қабылдады деп айтсам ол өтірік болады. Сондықтан уақыт өте келе біздің жақсы мықты идеологиямыздың арқасында тәуелсіздікті халық түсінді. Қазір енді барлығының тілеуі былай айтқанда бар тілеуіміз, жалғыз тілеуіміз, еліміз, мемлекетіміз аман болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын деген тілеудеміз. Шынымен де соғыс болмасын, жыламасын, тек жақсылық болсын дейміз. Ең негізі тәуелсіздік болса, ел аман, жұрт тыныш болса, балам қалғанның барлығы болады. Расымен де. Енді бүгін бізге кітап алып келдіңіз, бұл қандай кітап? Мен енді бұл бір тәуелсіздік туралы бір сол кездерде сезінген кезімде жазған бір толғауымды оқып берейін деп алып келдім, рұқсат болса. Тәуелсіздік толғау мен негізінде поэмам болды, соның ішінен бір толғауын оқып берейін деп міне. Тәуелсіздік қастерлім, қасиеттім, құдіреттім, алдыңда бас етін, бабаларым жолыңда болды құрбан, бодандықтың тартқанда қасіретін. Арқа еті арша боп аналарым, етігімен су кешіп бабаларым, сен іздеген ғасырлар қойнауынан уақыттардың тас егеп тағаларын. Өзіңді аңсап төкті де жалын жырды, бәрін сенің жолыңа бағындырды. Енку ерлерге жер шалдырып, сенің келер күндерің сағындырды. Біздер жеттік сол күнге, азат күнге, сол күткен азат күнге. Елі бай, жер жұмақ ғажап күнге. Бүгін жүрміз әлемге таныстырып, ер түріктің ұрпағы қазақпын деп. Арғы бергі тарихқа өші кетіп, жазғандарын тастардан шешіп оқып, біздер жүрміз бабалар арқасында, тәуелсіздік өзіңді бесік етіп. Сені менен сілкінді санамыз кеп, сен дегенде лапылдап жанамыз кеп. Қаншама жұрт әлемде күрсініп жүр, тәуелсіздік қайткенде аламыз деп. Жүздеген ұлт достығы жарасқанда, нұрлы бір жол көрсеттік адасқанға. Елорда сап есілдің жағасына, көк байрақты көтердік көк аспанға. Қанды кезді халқымыз көп көргесін, осы бақты жаратқан көп көрмесін. Қадіріңді білместер барда шығар, қан төгіссіз өзіңді жеткергесін. Әрбір үйдің бақытын жандырып кеп, отаныма атсын әр таң күліп кеп, бабаларым жолыңда болған құрбан, азаттығым жасай бер мәңгілікке. Мен жырлайын әр сәтін тыныштықтың, достықтың, татулықтың, туыстықтың, бостандығым тербеліп бесігіңде,
қайнатайық қазанын ырысқұттың, тәуелсіздік қадірлім, қасиеттім, құдіреттім, тәу етіп бас етін, сен дегенде бәрінен баз кешеміз, бабалардың орындап өсиетін. Керемет енді. Енді Сәуле апай, сізбен сұхбатымызды міндетті түрде қазір жалғастырамыз. Бірақ енді бүгін, құрметті көрермен, тәуелсіздікпен біздің Бибігүл апайымыздың, Бибігүл Төлеген апайымыздың туған күні тұспа-тұс келген екен. Енді біздің тілшілеріміз, арна тілшілері осы қазақтың күміс көмей әншісін құттықтап барып қайтқан еді. Қазір келесі бейнематериалға кезек береміз, сосын қайта ораламыз. Ол да ұл адам ғой, енді сол заманда тәуелсіздіктің келетінін білген. Құрметті көрермен, сұхбатымызды жалғастырамыз. Еске сала кетейік, бүгінгі мерекеге орай бізде қонақта Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ақын, жазушы Сәуле Досжан. Енді айта кеттіңізші апай, жаңағы біз сұхбат кезінде айтып жатырмыз, шығармаларыңыз көптеген тілге аударылған, көптеген жерде кітаптарыңыз жарық шығып жатыр. Сол қандай және қалай жүріп жатыр жұмыстары? Рахмет айналайын. Ол қазір мысалы кітап оқылмайды, кітап оқырмандар азайып кетті деген әңгіме айтады жұрттар. Олай емес, қайта осы соңғы жылдар қазіргі жастар қазақ тіліндегі кітапты, ана тіліндегі кітапты көп оқитын болды. Сол оқырмандарға жол табу керек деп. Бірінші жақсы жазу керек. Олардың көңіліне ұнайтындай, қазір бұрынғыдай әлгі табиғатты 100 жыл суреттеп отыру, болмаса бір ішкі сезіміңді, психологияңды ұзақ жеткізу, ондайды оқымайды қазір. Мен енді өте көп кітап көрмелеріне барам, енді әлемдік кітап көрмелерінде, сонда барғандалғы іздендім. Осы не оқиды екен жұрт? Мына әлемде қандай кітаптар өтімді екен дегенде байқағаным, өмірде болған оқиғалар, адамдардың жанында болып жатқан оқиғалар, содан кейін мотивация алатын оқиғалар, әркім үйренгісі келеді. Сондай кітаптарды оқиды екен. Мен сол бағытты ұстандым да, жұмыс істедім. Өнен кейін сен жазып қойып отырмайсың. Жақсы жаздың ба? Жақсы жазған кейін оны жақсы насихаттау керек. Әркім өз кітабын өзі насихаттайды. Баяғы Кеңес одағының кезі жоқ, әлгі насихат бюросы деген болған. Ондай жоқ. Бірақ енді қазір жазушылар одағына рахмет. Барлық жазушыларға енді шамасы жеткенше жағдайын жасап, енді Ұлықбек Есдәулет бастаған, Мырза бастаған не? Аудармасын жасап, сөйтіп жатыр. Жастарға әсіресе өте көп көмек жасап жатыр. Мүмкіндіктер көп жасаймыз. Мүмкіндік көп жұмыс істеген алғыс білдіреміз. Тікелей эфир болғаннан кейін бізге сұхбатқа берілген уақытта төмен болып жатыр. Алғыс білдіреміз. Уақыт бөліп келгеніңізге, таңнан ерте келіп, бүгінгі осындай керемет мерекелік күнде сұхбат жасап, бізге өлеңіңізді оқып бергеніңізге. Мен де халықтың алдына шыққанда қуаныштымын. Әсіресе тәуелсіздігіміздің. Енді сізге алғыс. Рахмет дейміз. Енді құрметті көрермен, дәл қазір біз астрологтардың кеңесін назарыңызға ұсынамыз.